Дәл осындай қоп қою айранды дәл қазір сіздермен бірге ұйытамыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен қолдың кәдімгі абыратын кастрөлімізге құйып аламыз. Менде осындай 2 кастрөл шықты. Және абырат көтеріліп піскенше күтеміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің абыратымыз пісті және толықтай саусағымызды салғанда күймейтіндей етіп суытамыз. Суыған абыратқа дәл осы новый ден қаймағын 20%-ын қолданамын. Кез келген 20%-ық қаймақты пайдалана берсеңіздер болады. Қаймақтан салып, жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, кем дегенде 7-8 сағатқа немесе 1 түнге қоямыз. Содан соң тоңазытқышта сақтасаңыздар, дәл осындай қоп қою өте дәмді, сіздерде де айран пайда болады.